Жақында ғана Қытайдың Шанхай қаласында 40 қабатты неше түрлі бояғыш заттармен пайда қылған еді. Видеоға назар салып қарайтын болса, қытайлықтар осындай 40 қабаттарды жасаудың әдісінен шығып алыпты. Алдымен суға толы ыдыстың ішіне ақ сұйықтықты құйып алады. Ал 40 қабатқа анық ұқсас болу үшін кішкене жасыл сұйықтықтан араластырады. Дайын болған затты суға бір батырып алады. Міне, айтып жатқан 40 қабатымыз да дайын болды. Енді оны 40 қабатқа ұқсас болу үшін тек қана домалақ тәрізді пішінге ғана келтіру ғана қажет. Міне, айтып жатқан 40 қабатымыз да дайын болды. Енді оны ортасынан кескен кезде табиғи 40 қабаттан мүлдем айыра алмайсыз.